Қайырлы күн, құрметті оқырмандар және әлеуметтік желі қолданушылары. Иван Шухов атындағы орталық қалалық кітапхана әдебиеттің қаймағайдарын жалғастырады. Бүгін сіздердің назарларыңызға Шәкәрім Құдайбердіұлының Қазақ айнасы кітабын ұсынамыз. Шәкәрім Құдайбердіұлы ақын, жазушы, философ, тарихшы, композитор. Абаймен замандас әрі інісі, әрі ол негізін салған реалистік әдебиет дәстүрлерін алға апарушы ізбасары. Өзі өмір сүрген ортаның қоғамдық, саяси және әлеуметтік сыр-сипаттарын көре білуде, қоғам мен адам, табиғаттағы кемшіліктерді зерделеуде, туған халқына түзу жол көрсетуде Құдайбердіұлы Абай бағытын ұстанды. Шәкәрімнің әкесі Құдайберді Құнанбайдың Күңке деген бәйбішесінен туған, яғни Абайдың туған ағасы. Шәкәрім 5 жасында ауыл молдасына оқуға беріледі де 17 жасына дейін сонда оқиды. 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басындағы қазақ әдебиет тарихындағы ірі тұлғалардың бірі. Ұлы Абайдың реалистік дәстүрін жалғастырған, эпикалық жанрдың дамуына үлес қосқан Шәкәрім Құдайбердіұлының бұл жинағында нақты өмір суреттерін, махаббат мәңгілігін, табиғат әсемдігін өзек еткен, сондағы ақылгөйлік, әлеуметтік ағартушылық сипаттарды өлеңдермен бірге Қалқаман мамыр, Еңлік кебек, Нартайлақ пен Айсұлу, Қодардың өлімі және Ләйлім Мәжнүн атты эпикалық поэмалар берілген. Назарларыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.